Ал енді оқушылар, біз қазір сіздермен бірге майлардың ерікшілік қасиеттерін зерттейтін боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар, яғни ерітінділер ол су, этил спирті, бензин, сұйық май, тұрғы, сынауықтар және міне құйғы. Ең бірінші суды құйып аламыз. Одан кейін екінші сынауыққа спирттен құямыз. Спирттен құйдық. Және үшінші сынауыққа бензин құямыз. Екінші спиртке құямыз. Үшінші бензинге құямыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне суда майлар еріді екен, міне шегі көрініп тұр, иә? Майдың бөлімі. Спиртте де солай. Сынауыққа мұқият қарасаңыздар, екі еріткіштің шекарасы көрініп тұр. Яғни спирт майдан жеңіл, сол себепті міне көрініп тұр. Бірақ еріген жоқ. Ал енді бензинге қарасаңыз, бензинде май еріп кетті. Яғни майлардың бензинде еру қасиетін киімге түскен кейбір дақтарды кетіруде пайдаланады.